Қарт ана қабағы түйіліп отырып терең күрсініп алды да: «Мен келіннің қадірін кеш түсіндім», деп бастады әңгімесін. «Мен ерке әйел болдым. Күйеуім жарықтық үндемейтін жуас адам еді. 50 жыл отасып, менің айтқаным ғана заң болып өмір сүрдік. 3 қыз, 1 ұл өсірдік. Сол қыздарымды өзім өсіріп қатарына қостым деп айта алмаймын. Мен оқыған, қызмет жасаған адаммын. Шырттай киініп, тек жұмыс, үй деп жүрдім. Білдей мекеме басқардым. Ал балаларымды енем қарап өсіріп, жеткізіп берді. Ол кісі де көп сөйлей бермейтін, тек өз шаруасымен жүретін пысық, ісмер кісі болған еді. Жарықтық жастай жесір қалып, басқа ешкіммен бас қоспай, ұлының тілеуін тілеп, өмір сүрген болатын. Қолы еш босамай, мал жан, үй тіршілік бір өзі-ақ ұршықтай үйіріп отырды. Шыны керек, мен балаларымның қалай өскенін білмедім де. Үлкен қыздарым алыс қалаға жоғары оқу орындарына, ұл әскерге баратын жасқа келіпті. Мен сол уақытқа дейін түк ұқпай жүріппін. Қыздарым бой жетіп, ұлым ер жетіп, мен ене атанатын жасқа келіппін. Еркек келін болып жүре беріппін. Енеме бір болыспаппын да. Дайын асты жеп, баратын жеріме жетіп, үй жинап, ыдыс-аяқ жуу дегенді тіпті білмейді де екем. Енем марқұм: балам-ау, мен кеткенде не істер екенсің деп өлерінен 2 күн қалғанда айтқан еді. Мен болсам сол сөзге мән бермей: апа, өлмей тұра тұрыңыз, балаң әскерден келсін, үйлендір, оның да баласын бақ деппін. Әжеміз ұлым әскерден келмей жатып, тып-тыныш жатқан күйі дүние салды. Енем қайтыс болған соң үй қыңырап бос қалғандай болды. 40-тан асып 50-ге жақындағанда мен отбасыға көңіл бөле бастадым. Сенесіз бе, мен сол кезде ғана үй тіршілігі қаншама көп болатынын түсіндім. Енем қайтыс болған соң мен алғаш қазан көтеріп ас пісіретін болдым. Біресе тұзы жоқ, біресе ащы, болмаса күйіп кеткен, ол аз болса да ботқа болып кеткен тамақтар пісіріп, өзім күйе-күйе болып, қақалып шашалып есім шықты. 2 қыз студент, ұл әскерде, кіші қыз ғана 8-ші сыныпта оқитын. Апа, не мынау, не тамақ пісіріп бергенсіз? Мынауыңыз не? Тұзы жоқ қой, күйдіріп жібергенсіз бе? Деп сол кенже қызым ғана ренжіп отыратын. Ол ерке болған соң ойын ашық айтып, өжет болып өскен болатын. Ал жуас күйеуім үндемей алдына қойған асты жеп алатын. Апа, әкеме обал болды ғой. Әжем баласын бекер уайымдамапты. Мен кеткенде әкең қара сумен қатып отырмасын. Ер адам уақытылы дәмді асын жесін. Жиі сорпа қайнатып бер деуші еді. Сен тамақта пісіре алмайды екенсің ғой. Әжем айтпақшы, әкем қара суға қатырғатын түрің бар. Қой, мен өзім әкеме ас әзірлеп берейін, деп қызын тамақты өз жасайтын болды. Енем менің балаларымды тек өсіріп қана қоймай, көп нәрсе үйретіп кетті. Балаларым еңбекқор, таза, ұқыпты, білімді болды. Қыздар шеттерінен әжелеріне ұқсаған, ұстамды, шыдамды, іскер, өте ақылды екен. Мен бұрын байқамаппын. Мен үшін олар сондай толғандай болатын. Кенже қыз өзі үй шаруасына кіріскен соң, мен тез жұмысыма кетіп қалып, кешігіп келіп, ол міндеттен де құтылдым. 1 жыл уақыт өткен соң, ұлым әскерден келді. Ұлым бала күнінде мінезі шатақ, төбелескіш, қызба болатын. Әскерден келгенде одан бетер мінезі болып келді. Негізі менің мінезім, бетің жүзің демей, үлкен-кіші демей, мен де жұмыстағыларды тым аяусыз боқтай салып, пышқырып жұмысқа салатынмын. Өзі үндемейтін күйеуімді де жерден алып жерге салатынмын. Кезінде ас дайындай салатыным да бар еді. Кезінде ас дайын болмай қалса да, енеме ауыр сөздерді айтып, ол кісіге де өкпелегеніне де, ренжігенінде де шаруам болмайтын. Ұлым бір сөзбен айтқанда, менің сол жаман мінездерімді өзіне қабылдап алған.
Әлде оған қан арқылы берілді ме екен, әйтеуір мен сияқты тек өз ойына дұрыс деп ойлайтын еді. Ұлым әскерден келгенше сиырды күйеуім өзі сауып, өзі сүт тартқыштан өткізіп, сүт шаруасымен өзі айналысатын. Ұлым келді, ауыл болып, улап-шулап қарсы алдық. Таңертең ұлым әкесінің шелек көтеріп қораға кетіп бара жатқанын көріп маған жалт қарап: "Сен неге отырсың? Ағам сиыр саумақшы ма енді?" Ойымда ештеңе жоқ. Әжең кеткен соң сауып жүр деп ішіп отқан шайымды дастарханға қоя салдым. "Бұл үйдің қатыны ағам ба, әлде сен бе? Сен кімсің?" деп бетіме төніп айқайлап жіберді. "Ей, сен анаңмен қалай сөйлесесің? Сен неге маған дауыс көтересің?" деп мен де баж-баж ете қалдым. "Тұр да бар, сау ана сиырларды" деп зіл дауыспен төніп тұр. "Қораға бар, көзіңді құрт. Қазір мен сенің анаң екеніңе қарамай быт-шытыңды шығарам" деп мен де бар даусыммен айқайладым. Аға деймін, тоқтат. "Тоқтап тұр" деп ұлым да күйеуімді түртіп соңына отырғызды. Күйеуім ойлы көзбен баласына қарап тұр. "Аға, болды енді, сиырды тәтем өзі сауады. Сіз халат пен орамалды шешіңіз, сосын үй жаққа барып бет-қолыңызды жуыңыз. Қызыңыз таңғы асыңызды әзірлеп қойды. Асыңызды ішіп, жұмысыңызға барыңыз. Дұрыстап тамақтанып жүріңіз" деп нақты әрі салмақты дауыспен айтты. Күйеуім жылап тұрған маған бір қарады да, үндемей халат пен орамалды шешіп, үй жаққа кетіп қалды. Ой, менің қаным қайнады. Неге баласына менің сиыр сауа алмайтынымды айтпайды? Неге ұлына бір ауыз сөз айтпай кетіп барады? Осы еркек көзі ез қолымен қорғауды білмейді деп көгеріп тұрмын. "Жылдам ки, тез. Иіп тұрған сиырдың иі тарқап кетеді. Отыр да сау" деді. "Сен не, мына 40-тан асқан анаңа сиыр сауды үйретпекшің бе?" деп даусым дірілдеп халатты киіп орамалды тақтым. Ұлым ашулы көзбен тесіле қарап шелекті берді. "Отыр да сау. 40 тұрмақ 80-ге келген әжем де осы сиырдың астында жүріп бізді бақты. Бір сөз айтса, мына қояншық балам ұрып жіберетін түрі бар." Әйтеуір сиырдың емшегіне жабыстым. Сауды білмей шымшылап қинай бердім. Ұлым қолымның сыртынан ұстап, қысып тартып отырып бір сиырды бірге саудық. Келесі сиырға өзім отырдым. Ұлым қарап тұр. Не керек 3 сиырды да сауғызды. Үйге келген соң: "Тез аппаратты шығар. Жылы кезінде маңызын ажырат" деп қақшиып қарап тұр. "Балам, мен жұмыстан қалатын болдым. Түсте келгенде тартайын десем, тартасың. Түске дейін сүт ашып кетеді. Бір күн кешіксең, конторың төңкеріліп қалмайды" деп сүт тартатын машинаны алып шықты. "Қарап ал. Міне былай қоясың. Мынау маңыз ағатын жағы, оған мына ыдысты қоясың, ал мына жаққа үлкен ыдыс қоямыз. Ол жағынан көк сүт ағады. Осылай жинайсың. Енді ақырындап айналдырып отырып, сүтті ожаумен төбесінен құй. Бұлай ұста" деп қолының сыртынан ұстап, ақырын айналдырып, машинаны қосып, сүтті құюды көрсетіп қарап тұр. Кіші қызым мен күйеуім кетіп барады. Олар мені көрмейтін сияқты. Мен жаққа қарамайды да. Өздері көңілді. Ой, ашу ыза қысып қатты айналдырып жіберіппін. "Асықпа. Ақырын, бір қалыпты айналдыр" деген ұлымның даусынан селк ете қалдым. Терлеп-тепшіп сүтті де тартып болдым. Аппаратты шешіп, тездетіп жуып кептіріп қой деп ұлым бедірейіп қарап тұр. "Айналайын-ау, мен жұмысыма тіпті кешіктім ғой" деп кейіп айтып тастадым. "Түске дейін сасып кетпей ме? Анау, әр табағыңда қанша маңыз қалды. Соны мына кесеге саусағымен іліп ал" деп аппаратты босатып ашып алдыма қойды. Шынылары көп бір бәлесін. Бағанағының өзі берген кесенің үстіне ашып, біраз сұйық шықты. Сол ыдысқа ағызып, сосын әр кеседегі маңызды саусағымен сүртіп алып кесеге жаққызды. Мен үшін бұл бір мазақ секілді көрінді. Самауырыннан ыстық су әкеп, бәрін тазалап жуғызып, бір матаны жайып,
Сосын үстіне әдісті бөлек төңкеріп, бетін марлымен жапқызып қойды. Жұлынып, жұлқынып жүріп жасадым. Тез жуынып үйге киінуге бара жатсам, маған шай құй, өзің де іш деп дастархан басына ұлым жайғасқанда. Керек болса өзің құйып іш. Оттамай отыр, ішпесең атамнан ары. Бұл не басынғандық, сен кімсің сонша? Сен туған мен, жетер, қарашы мұны деп оталып бара жатыр едім. Жап аузыңды. Жап деп көз аларып, тізерлеп отырып, ұлым жұлқынып қалды. Отыр да шай құй. Құймаймын, не істейсің, ұрасың ба? Ұр деп қасына жетіп барып едім, иығымнан шап беріп ұстап, самаурынның қасына жалп еткізіп отырғызды да, сен ұрмаймын, бірақ саған мен өз міндетімді істеткізем. Жетер, 30 жыл келін болып жатпадың. Енді әйел болып, ана ағамды сыйлатқызып, өз шаруаңды істеткізем. Араша түстер енең жоқ, баяғыда сен осылай іске салу керек еді. Әжем ғой тискізбеген. Енді өз шаруаңды өзің істейтін бол. Қатын бол. Ертеңгі күні сен ене болып келінге үлгі көрсетуің керек деп кесе ұсынды. Мен іштей сені оқуға жіберіп көзіңді құртам деп айтып шайын құйып беріп отырдым.